мен сондай қазірде енді алла сақтасын көп қой, балалы бола алмай жүрген 10 жылдап өте үлкен депрессияға ұшырап жүрген әйелдер де көп, бірақ менің ойымша ол баланы бір не ретінде қарамау керек та, өмірдің мәні ретінде қарамау керек. Бала ол сені бақытты ететін бір және сенің ұрпағыңды жалғастыратын адам, иә, бұл тұлға, индивид, бірақ оны бір өмірдің мәні, бұл бала болмаса менің өмірім бітеді деген сияқты нәрсені қарамау керек та. Баласыз да өмір сүруге болады. Құдай сақтасын, 5 баласы бар, 5 баланы бірден алып кетіп жатқанда кездер бар. Сол үшін баланы бір өмірдің бір үлкен бақытына, алладан да жоғары бір неге қалдырып кетуге меніңше болмайтын сияқты. Иә, бала деген бақыт, бірақ ол өмірдің мәніне айналмау керек та. Яғни өмірдің мәні ол сен болу керексің. Яғни сенің ішкі қалауың, ішкі